бұл дүниеде сен ешқашан шынайы бақытты болмайсың. Алла саған не нәрсе бергеніне қарамастан сен ешқашан шынайы бақытты болмайсың. Біздің әлем жаралы жүрекке толы болып жаратылған. Егер де сен бұл өмірде бақытты болғың келсе, демек сен дұрыс жерден іздеп жүрген жоқсың. Қалайша өздеріңізді түкке тұрғысыз сезінесіздер, бауырларым? Қалайша өздеріңізді түкке тұрғысыз сезінесіздер, қымбатты әпкелерім? Сен Латта мен Әл-Уззаның, немесе Исаның, немесе Кришнаның, немесе Генешаның құлы емессің. Сен сәннің, ақшаның, даңқ, сұлулық, күш пен лауазымның құлы емессің. Сен Алланың құлысың. Алла тағала сені миллиардтардың ішінен таңдады. Алла сені таңдап, саған исламды сыйлады. Азап пен ауру саған кері, егер де ол Алла мен сенің араңда тосқауыл болса. Алайда, егер де сен азап пен сынақтар кезінде Аллаға қайтсаң, сен үшін ол оң мотивация болады. Ей құлым, маған, өз Раббыңа қайт. Ей құлым, бұл менің, сенің маған қайтып келуің үшін есіңе салғаным. Оларда қорқыныш болмайды, және олар қайғырмайды. Мұсылмандар әлі болмаған нәрсеге байланысты алаңдамаңыз. Бұл жай ғана қорқыныш. Сонымен қатар өтіп кеткенге де алаңдамаңыздар. Барлығы да баяғыда жазылған. Мұсылмандар үшін ең ащы дәрі бұл иманның 6-шы тірегі. Тағдырға иман келтіру. Біз мұны мойындағымыз келмейді. Біз Алла тағаланың құдіретін ұмытып кетеміз. Алланың бәрін білетіндігін ұмытамыз. Біз тамшыдан жаралдық, және біз ештеңе демес едік. Мұхаммад ибн Абдуллаға саллаллаху алейхи вассалам бәрін түзетуге тура келді. Себебі біз бәрін қате жасадық. Біз қатты қорқамыз. Себебі бәрі Алла тағаланың бақылауында екенін ұмытамыз. Расында біз сендерді аздаған қауіп-қатермен, аштықпен, мал-мүліктерінен, жақындарыңнан, өнімдеріңнен айыру арқылы сынаймыз. Ендеше сабыр еткендерді қуантып сүйіншілеп қой. Олар бастарына қандай да бір қайғы қасірет келгенде, шүбәсіз бәріміз бір Аллаға тиесіліміз, және түбінде оған қайтамыз. Міне дәл осыларға Алладан жарылқау мен мейірім берілген, және олар тура жолдағылар. Сондықтан жүрегіңде Алла болса, демек сенде қажеттінің бәрі бар. Егер де жүрегіңде Алла болмаса, ештеңе де, сен қалған еш нәрсе де сені бақытты етпейді. Және де шын мәнінде соңында сен ештеңесіз қаласың. Алланың атымен ант етемін, бұл ақиқат, бұл жалған емес. Құрметті отандастар, каналымызға жазылып, бейне жазбаларымыздың таралуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.